Келесі біздің сахнаға шығатын қонағымыз жарнаманы қажет етпейді. Жай ғана Ернар. Ернар Айдар! Қарсы алыңыздар! Биле, Ернар Айдар бізбен бірге. Қатырақ, Ернар Айдар сақтады. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Көріспегелі көп болды Ернар, сізді әбден сағындық. Мен өмше көрімен де әбден сағынған сияқты. Қайна, қалай сағындыңыздар? Мен де сағынып қалдым. Қош келдіңіз Ернар. Негізінде жаңалық көп сізде. Жақында ғана клипіңізді жарыққа шығардыңыз, бірақ осы аз ғана уақыттың ішінде біздің еліміздегі рекордсмен клиптердің қатарында қазіргі таңда. Мінекей осы көктемге дейін қанша қаралым жинады? 17 миллион, кеше қарадым, 17 миллион. 17 миллион. Яғни біздің Қазақстанда қанша адам бар? 18 миллион. 18 миллион. 17 миллион. Қалған 1 миллион. Құрметті, қалған 1 миллион. Көрмей қалған 1 миллион. Көре алмайды. Көре алмайсыңдар сендер. Құрметті достар, демек біздің 17 миллионның 1 миллионы ғана көре алмайды екен. Қойсаңдаршы, көрсеңдерші достар, тезірек. 18-ге жеткізейік. Қалжың ғой әрине, енді көреді ғой, алдағы уақытта әлі. Көреміз. Жалғастырайық, құрметті достар, негізінде рекордсмен, бірақ Ерке Есмахандық, Ерке Есмахандық қанша? 60 миллион. Оныкі 60 миллионға жетті. Сонда қалай? Өзі тоқтап, біз 18-ақ миллион алып қалған 42 миллион. Қайдан тауып отыр ол? Өзі көре берген жар 42 миллион раз. Бұлай. Енді шетелдіктер де тыңдайды ғой, басқа ұлт өкілдері де тыңдап жатыр. Сосын бір тыңдарман күніге 10 рет, 20 реттен қайта көреді. Соның өзі жазылады екен. Сол үшін енді жағымды әуен, жағымды бейнебаян болғаннан кейін, ол қайта көріле бергеннен кейін просмотр көбейе береді. Бәрекелді. Сондай бейнебаяндар көп болсын деймін мен. Керемет. Тамаша. Менің ойымша жалпы Қазақстан емес, сонымен қатар шетелді де бағындырып жатқандықтың белгісі деп ойлаймын. Қаралым саны, сондықтан сізге тілеріміз тек қана табыс, тек қана Қазақстан емес, алыс жақын шетелді де бағындырыңыз. Біздің қазақтың мәдениетімен, былайша айтқанда, өнерінің елшісі болуыңызға тілектеспін. Қошеметтеріңіз достар. Жаңа айта кететін жайық, негізі Еркенің әні кеңінен тарады ғой. Бірақ бірінші шыққан кезде Еркенікі 5 күнде 1 миллион жинаған болатын. Бірінші шыққан кезде. Мүмкін енді біреу көрмей қаншар. Бірақ менікі бірінші шыққан кезде 3 күнде 1 миллион жиналды да. Бірақ просмотр Еркенікі 60 миллион, менікі 17 миллион. Яғни 3 күннің ішінде 1 миллион жинап рекорд орнатты десек те болады. Рекорд қой бұл. Жылдам рекорд болып тұр. 1 миллионды тез арада жинаудан рекорд орын. Міне, тамаша. Қошеметтеріңіз. Бірақ Ерке мықты ғой деп мен өзім қызбен енді санаспаймыз, шарыспаймыз ғой, сол үшін. Себебі 60 миллион деген Қазақстанда бірақ санасып отырсын. Жоқ, сан 60 миллион. Санаспаймыз. Ресей еліндегі клиптермен одан да жоғары. Қазір Дима Биланның «Держи» деген әні бар ғой? Ұста, кешіресіздер. «Ұста» деген әні 52 миллион ба сонда екен. Бәрекелді. Біздің Ерке Дима Билан тауысып кетіпті. Дима! Біздің Еркенің 60 миллион. Дима! Мына біздің барлығымен көріп, іші жанып атқан жар Дима Биланның. Бәрекелді. Керемет жетістік деп ойлаймын, қошеметтеріңіз достар. Дегенмен бүгінгі біздің Қызық Таймс бағдарламасының шығарылымы Ернар Айдармен өткен бағдарлама одан да көп қаралым жинайтын сияқты Ерке бұл. Сол үшін сені шақырдық біз бағдарламаға деп па. Ернар, дәл қазір біз сізбен жай ғана сөйлесеміз. Сіздің жалпы әніңіз ғана емес, сонымен қатар сөзіңіздің хит екенін дәлелдейміз дәл қазір. Сізге жай ғана белгілі бір ұғым жайында сұрақ қоямыз. Сіз оған жауап бересіз. Көрермен менің ойымша оны керемет қабылдайтын сияқты. Иә. Көрейік. Мінекей экранда мына ұғым шығып тұр. Мінекей. Құрмет достар, біз жай ғана Ернармен мына экранда тұрған ұғым жайында сөйлесеміз.
Кеттік, ендеше бірінші сұрақ. Кеттік, Марат. Құрметті Ернар, бұл зат сенде бар ма? Бар. Мына экрандағы зат бар ғой, иә? Бар. Бәрінде бар ғой қазір, барлығында. Бәрінде бар. Дұрыс па? Шын ба? Бұл затпен сен қай жасыңнан бастап қолдана бастадың? Енді мен қазір айтамын. Қай жылдан бастап? Сол мектепті бітіріп жатқан кезде. Иә. Сол кезде пайда болды ғой сізде. Шынымен де. Оның несі күлкілі? Енді Оған дейін қалай жүрдіңіз жалпы? Оған бәріміз жүрдік қой. жүре бер. Жоқ, бар, ондай адамдар бар. Кім? Иә, мектеп бітіргенше жүре береді сөйтіп. Біреуден мектеп кезінде пайда болған шығар оны, кім біледі? Мектепті бітіріп жатқан кезде ғой. Иә. Ал сіздің класстастарыңызда қашан пайда болды? Кейбіреуінде менен ерте алдында. Иә. Не отыр? Жалғастырайық. Қойыңызшы. Жалғастырамыз ба? Әртүрлі ғой енді. Біреудің жағдайы болады оны алуға, жағдайы болмайды біреудің. Біреуде жоқ дейсіз ғой, әлі күнге шейін жоқ. Енді мысалы үшін менде ол кезде жағдай болған жоқ оны алатындай. Иә. Жалпы ол адам баласында бұл ұғым қалай пайда болады? Қайдан келеді? Қалай пайда болады деген қызық екен. Кәдімгі келеді ғой енді. Қалай келеді? Сатып аласың барып, керек болады. Сіз қай жерден сатып алдыңыз? Мен негізі сатып алмап, маған көбінесе сыйлық жасайды. Е. Осылай бір айтып қалу керек қой, сыйлық жасап. Жоқ, айтып қалу болғанда, шынымен менің ағам бар, ағам сыйлық жасап тұрады. Ағаңызда көп па? Жоқ, көп болғанда енді сол кісіде болып тұрады да. Сол кісіге келіп қалады бір артық. Ағасы бардың жағасы бар дейсіз. Дұрыс, қолдап тұру керек. Жалпы негізі басқа нәрсе тұр ғой деме. Жоқ, қарабаңыз. Жалғастырайық, негізі... Күлкілі әңгіме болатқан жоқ қой деп атқаным ма? Негізі істемей қалатын кездері бола ма бұның? Иә, болады. Жоқ, кейде қуып кетеді ғой. Қуып кетеді? Мысалы қалай қуады? Қатып қалады. Сол кезде сындырып тастаған келеді ғой кәдімгідей. Болады, сондай істемей қалған кездер болады. Жалпы өзің бұл құралмен жиі қолданасың ба? Жиі болғанда күнделікті ғой, күнделікті. Ұйқыдан тұра сала, сол арқылы қаншама жұмыстар шешіледі біз. Жұмыстың көбісі. Дұрыс. Жұмыстың барлығы осы нәрсемен шешілу керек. Тек қана осы нәрсемен. Келесі. Қалай ойлайсың? Біздікі сенікінен мықты ма, әлде сенікі біздікінен мықты ма? Менікі мықты ғой. Көрттірінді. Сіздікінің жалпы памяті қанша? Менікі көп. Қанша шамамен? Қазір 64 гигабайт па? Сондай бірден келді. Жоқ, 250 менікі. 250 ма? 200-ден астам. Мен анық білмеймін шынымен. Маған қосып берген. Қасымдағы балдар. Кім қосып берді? Мен өзімнің інілерім бар жаңа. Сол память қосып берген маған. Інілерің аман болсын yani. Кейде қолданбайтын кездер болды ма? Қай кезде қолданбайсыз, мысалыға? Ұйықтаған кезде енді қолданбайсың ғой. Бір жерге қойып қоясың. Бір жерге қойып қойып, жата береді. Бұл заты жоқ адамдарды танисың ба? Енді бұл үлкен кісілерде болмаса ондай үлкен кісілер. Аталарымыз, әжелеріміз қазір енді онша қолданбайды ғой. Түсінбейді та ғой. Мүмкін, емтихан тапсырған кезде. Қолдана ма? Қазіргі жағдай қандай екенін білмеймін, біздің кезімізде қолдандырмайтын. Қолданбайтын тоғын. Қолдандырғызбайтын. Негізі қолдан десе қолданасың ғой. Не, бұлай? Кім қолданба деп айтатын? Ағай, апайлар айтады ғой енді. Қолданбаңдар. Мысалы, әнті тапсыратын болсаң, сол комиссия келеді, комиссиялар олар тексеріп кіргізеді арнайы. КМБ-дан адамдар тұрады ғой. Таубаса не істейді? Таубаса алып қалады. О, бар енді. Жалпы жасырып кіретін ек қой. Жасырып? Қай жерге салып қоятын едің? Нәскидің ішіне. Жалпы студенттерге керек дүние ма бұл? Енді қазір керек қой. Әрине, ол студенттер енді. Қазір тек қана студенттер емес, барлығына керек.
Жалпы сіздікінің салмағы қанша? Ауыр менікі. Үлкен ғой. Шамамен енді. Граммен немесе килограммен есептеген. Білмедім мен, ол 300 грамм бар ау деймін. 500 грамм. 300 грамм. Оның салмағын қалай білдіңіз? Бұлай елестетіп отырмын да өзім. 200 грамм бар ау, 300-200 грамм. Қолыңызға ұстап көрдіңіз ғой сонда да? Ұстап жүресің ғой, постоянно ұстап жүресің. Бәрекелді. Мысалға біреу сізге ақша ұсынса, сататын бедіңіз бұны? Сатам? Қаншаға? Ұстап жүре бермейсің ғой? Иә, мысалы, қаншаға өзі? Мен ұстап өзі бір уақыты келеді, өзі тозады. Сат десе, қаншаға сататын едіңіз? Сат деп өзі кеп тұрса? Өзі кеп тұр. Мысалы, мен келдім, 50 мың теңге беремін, сатып жіберсін. Жоқ, оған бермеймін. 100 мың. Жоқ. 200 мың. Жоқ, қолда. Қанша енді, қанша? 300 мыңға беремін. 300 мыңға. Құрметті достар, естеріңізде болсын. 300 мыңға бере салатын дүниесін. Ендеше келесі сұрақ. Енді өзі қаншаға алдым мен? Қаншаға? 300 бірдеңеге алдым ғой мен. 301 теңгеге алдыңыз? Иә. Жалпы бұл зат қалай іске қосылады? Өзі жамбасында бір точкасы бар ғой, өзің басасын болды. Жамбасыңның точкасы? Өшіп қалса не істейсіз? Зарядкеге тығып қоясың, болды. Сахнада ән айтқан кезде, немесе студияда ән жазып жатқан кезде бұл дүниені не істейсіз? Қасымда досыма берем. Мені сахнаға алып шықпаймын ғой. Неге бересіз соны? Маған кедергі жасайды ғой әйтпесе сахнада. Бәрекелді. Дұрыс. Қошеметтеріңіз, достар. Негізінде Ернар керемет сұхбат болды деп ойлаймын. Мінекей. Негізінде Ернар, сен алдандың, әдеттегідей. Бағанадан бері біз телефон емес, мына ұғым жайында сөйлескен болатынбыз. Қошеметтеріңіз. Ал. 300 мың бар ма біреуде? Қазір беріп тастайын деп тұр. Цветі қара. Салмағы 500 грамм шамамен. Мектеп біткеннен кейін алдым деген қалай кетті? Иә. Біреулердің жағдайы жоқ дей ма еще? Қошеметтеріңіз қызықтайыз бағдарламасында Ернар Айдар!